оқу процесі төмен. Неге балабақшаларда қазір бізде жүйе жоқ? Үйде отыра тұрсын, нянямен отыра тұрсын. Қорыққаннан баланы балабақшаға бергісі келмейді. Кемшілігі қазір ЗПР, ЗР бала көбейіп жатыр. Ана үйде ана болу керек. Ұстаз, ол сыртта балаға ұстаз бөлек адам болу керек та. Енді қазір ата-ана үйде баласын ұстап отырған аталарға не айта аласыз? Бала 2 жастан кейін ата-ана оянады. Басқа балалармен салыстырған кезде басқаша деп кеш оянып жатыр. ЗПР балалардың саны көбейген сайын қазір мұғалім де ата-ана да оянып жатыр. Ары қарата мектепке жіберген кезде бала ортамен қалай араласу керек, достармен қалай достасу керек, мұғалімді топпен қалай жұмыс жасау. Осы минустардың барлығы қазір мектепте қателік болып жатыр. Біз ананы да рөлін алып аламыз, ұстаздың да рөлін алып аламыз, кей кезде әкенің де рөлін алып аламыз. 5 жастағы бала сөйлемей жатса, ана жерге аппаратты жұлып алып келесі оқу орталыққа алып барады, жұлып алып келесі оқу орталыққа алып барады. Маған бір ата-ана 5 баласын алып келеді. Иә, бүгін кеше 1 жасар баласын алып келіп 4 жыл енді сізде боламыз дейді. 1 жастағы бала сөйлемесе это норма, 2 жастағы бала сөйлемесе это норма деген ата-аналар шын айтайын. Ертең балаңыз ЗРР, одан ОНР деген диагнозға асқынып кете беретін болады. Қазіргі ата-аналар бала тәрбиесіндегі басты қателігі не деп ойлайсыз? Құрметті ата-аналар, бүгін біз подкастымызда, яғни 2 мен 5 жастағы толған балаларға арнап жатырмыз. Өйткені көп балалар қазір мектепке барған кезде оқи алмай жатыр. Бүгін қонақта бізде Лазиза Дайрабайқызын шақырдық. Бұл кісінің өзінің балабақшасы 2 жыл балабақша ашып жатыр. Мен өзім балабақша ашқаныма енді ашып, бұл кісіні бүгін қонаққа шақырғаным неге қазіргі балаларда оқу процесі төмен? Неге балабақшаларда қазір бізде жүйе жоқ? Барған балабақшада көбінесе баланың сауқайтуын ғана қарайды, бірақ дамыту процестері өте болмайды. Сол себепті бүгін подкаст сіздерге пайдалы болсын деген ниетте бастап жатырмыз. 2 мен 5 жас балаларға қандай қабілеттер болу керек, осы жағын біз қазір қозғайтын боламыз. Бірінші сұрақ бізде мынандай: қазіргі ата-аналар бала тәрбиесіндегі басты қателігі не деп ойлайсыз? Баланы өзіне байлау. Көп ата-аналардың негізгі қателіктерінің бірі әзірше уақыт әлі келген жоқ. Балабақша беруге, үйде отыра тұрсын, нянямен отыра тұрсын, бірақ нянямен бала комфортқа үйренеді. Бірақ социумға үйренбейді. Няня мамандар сияқты баланы дамыта алмауы да мүмкін. Көп ата-аналар тәрбиешіні алады да үйге няня қылып ұстайды. Бірақ ол кісіде отырып көрнекілік жасап, нәрсені жабыстырып, соған қарап отырып мәз болады. Бірақ баланың зейіні қалай болып жатыр, есте сақтауы қалай болып жатыр, көру жады қалай болып жатыр, есту жады қалай жұмыс істеп жатыр. Оған тереңірек үңілу керек та, тереңірек үңіліп барып баланы дамытқан кезде ұстаған няняңыздың пайдасы тиеді. Ол ұстап отырғаннан бір жағынан қазіргі ата-аналар мақұл үйде няньканы шақырды, яғни үйде баланы өзінің баласын қарап отырғызып жатыр, бірақ ең минусы бұл жерде балада орта жоқ. Орта жоқ, и ата-ана зона комфортада ғой. Ата-ана зона комфортада, балада орта жоқ, и ары қарата балада даму. Орта жоқ болғаннан кейін мектептегі жабайы барған кезде деп жылап жатқан баланы көбісі сол жерден үйде баланы қамап ұстайды, ата-ана шығармай, и ары қарата мектепке жіберген кезде бала ортамен қалай араласу керек, достармен қалай достасу керек, мұғалімді топпен қалай жұмыс жасау. Осы минустардың барлығы қазір мектепте қателік болып жатыр. Өкінішке орай қазіргі таңда ата-аналар өзін лишний раз қинағысы келмейді. Баласын ауырғанына, адаптациясына жүйке жүйесі өте жұқа, оған шыдағысы келмейді. Сол үшін тыныш үйде нянямен ұстап отырған тыныш дейді. Бірақ шыны керек, ол жерде бала социумға үйренбейді, бала жатырқайтын болады. Бала кейін болашақта лидер бола алмайды. Кез келген ортаға барып лидер бола алмайды одан. Баладан удобный бала өседі да. Соған қатты мән беру керек. Удобный бала кейін лидер бола алмайды. Нянямен ұстасаңыз үйде удобный болады. Ерте жастан социумға берсеңіз, балаңыз болашақта жұлып шығатын лидер болады деймін. Супер. Кей ата-аналар неге баланы мектепке дейін өздері үйреткісі келеді? Мектепке дейін өздері үйреткісі келеді. Көп ата-аналар мысалға үйде өз балаларын мектепке өзім дайындаймын, өзім оқытамын, өзім тәрбиемде болсын, балабақшаға бармай-ақ қойсын, балабақшада ұрсады деген сияқты. Қазір бізде көп интернетті ашқан кезде интернетте баланы ұрып жатқан воспитательдер, басына ұрып жатқан видеолар өте көп тараған. Сол үшін ата-аналар қазір көбісі қорыққаннан баланы балабақшаға бергісі келмейді, ал кемшілігі қазір ЗПР, ЗР бала көбейіп жатыр. Соның салдарынан. Әр балабақшада АФК, логопед, дефектолог жұмыс жасамаса, ондай балабақшада осы маманды прям отыру керек. Қазір 100% балабақшада отыру керек. Сол үшін ата-ана ол балабақшаға берген кезде осы мамандар бар ма қарау керек та. Енді қазір ата-ана үйде баласын ұстап отырған аталарға не айта аласыз?
үйде ұстап атқан ата-аналарға баламен сапалы уақыт өткізу, баланы өзінен жіберу керек. Біз өзімізде, енді бұл жерде қатты кету де мүмкін, өзімізге жетпей қалған махаббатты балаға бергіміз келеді. Өзімізде болмай қалған вниманияны балаға бергіміз келеді. Мы таким образом ана баладан шығарамыз да. Бірақ сен анасың, сен күндіз баланы социумға бер, кешке сапалы 2 сағатыңды өткіз. Сол кезде бала семен ата-ана, мысалы бала азан ата-ана кешке шейін баламен отырған кезде ұрсып жіберуі де мүмкін, кей жерде нұқып жіберуі де мүмкін. Ондайды үйде де бала стресс қабылдайды. Барлық балабақша бірдей емес. Онлайн доступ алу керек ата-ана. Онлайн доступ арқылы барлығы прозрачно. Көріп тыныш, жан тыныштығы келеді да, онлайн доступ алса. Соған байланысты балабақша беруге қорқудың қажеті жоқ. Үйде оданша кешкі уақыттан кейін, балабақшадан келгеннен кейін сапалы 2 сағат тек қана бір балаңызға көңіл бөліңіз. От баланың өмірі сол кезде толыққанды болады да. Мен де ойлаймын, мысалға ол ата-ана өз баласын үйде тәрбиелеу үшін ата-анада білім болу керек. Ол педагогиканы оқу керек, ол логопедтік курстар оқу керек, ол дефектолог курстар, АФК маманың қалай оқытатын жүйесін білетін мама болатын болса, пожалуйста, үй жағдайында ұстасын. Ал бірақ ютубтан қарап алып, тиктоктан қарап алып, ол жерде баланы қайталатып үйрету, ол қателік, өйткені оның өзінің жүйесі бар. Мысалы, АФК-ны тупа секірді екен деп секіртемейміз ғой. Секіртудің де қарапайым методикасы болады. Видеодағы балаға жасалып жатқан дүние үйдегі балаңызға сай келмеуі мүмкін. Аласызда зейінге тапсырманы бере-бересіз, а балада көру жады страдайды. Көру жадын дамыту керек. Сіз отырасыз, ана видеоны көресіз, зейінге тапсырманы бере-бересіз. Одан сіз балаға ешқандай нәтиже көрсетіп жатқан жоқсыз. Одан баланың жана нейрондары оянбайды. Ана үйде ана болу керек. Ұстаз, ол сыртта балаға ұстаз бөлек адам болу керек та. Біз ананың да рөлін алып аламыз, ұстаздың да рөлін алып аламыз, кей кезде әкенің де рөлін алып аламыз. Сөйтіп, о да бар, шыны керек. Соған байланысты әр затта өз маманына беріп, үйде тек ана болыңыз. Сапалы 2 сағат уақыт өткізіңіз деген кеңес бере аламын. Бала әлі кішкентай үйде болсын деген ой, ол қаншалықты дұрыс? Ата-ана ретінде көзқарасы, мысалы, сіздің өзіңіз 3 балаңыз бар. Мен 3 балам бар, 10 айлық қызым бар, бірақ қызымды 1 жас 3-4 айында балабақшаға беруге уже дайын отырмын. Өйткені үйде отырған баланың есту жады, слуховой восприятиясы уже төмендей бастайды. Балада үйде отырған көп балалардың, гаджетте отырған балалар аутоспектрға тез кетіп қалады. Расқа тез кетіп қалады. Көп ата-аналарда внутриутробно жатырда бала жатқан кезде стресске байланысты, ферритинге байланысты, өзінің жағдайына байланысты внутриутробно балада миында уже қиындықтар пайда болады, солай туылады. Ол туылғаннан кейін болмайды. Бірақ телевизор, үйде отырған, күнде одно и то же күнде бір қалыпты, бір затты жасап жүрген балалар, олар 2 жастан кейін аутоспектрға тез кетіп қалуы мүмкін. Өйткені оның аутоспектрға кетуге түпкі тамырында проблема әлі жатырда. Жатырда жатқан кезде балада проблема шықты. Үйде отырғызып, оны отырғызып біз телефон береміз, телевизор береміз. Сөйтіп 2 жастан кейін ата-ана оянады. Неге атына қарамайды? Неге басқа балалармен салыстырған кезде басқаша деп кеш оянып жатыр. Өкінішке орай 2 жастан кейін ата-аналар оянып жатыр. Мен өзімнің қызымды 9 айынан бастап балабақша берген болатын. Мен ол кезде енді кәсіп ашып жаттым. Сол кезде 9 айлық балам балабақшаға барсын, сол жақтан дамысын деген ой болды. Балабақша қарайды деген сияқты. 9 айынан кеткен менің қызымның қазір мінезі бар. Уже ортада өзін қалай ұстауды қалыптастырды. Яғни, мысалы, қазір мектепке ауысып кетті. Басында өзімнің мектебімді, одан кейін былқ етпейді. Былқ етіп барған кезде ортасын сразу сіңуге тырысады. Өйткені бұл фундамент ол балабақшада қалыптасты деп ойлаймын. Яғни бала ортамен қалай өмір сүру, ол кішкентай кезінде түсінген бала, уже өскен кезде, сыныпқа ауысқан кезде бала ынжық болып бір бұрышта отыру деген нәрсе болмайды екен. Прям балада балабақшаға берген баланың мінезі қалыптасады екен. Өкінішке орай тағы бір айтып кететін жайт, көп ата-ана тәрбиешіге байланады. Балаға тәрбиешіні ауыстыруға қорықпаңыздар. Бала гибкий болу керек, бала ловкий болу керек. Бала адам көз алдындағы адам ауысып атқанына балам стресс алады деп қорықпау керек. Ол тәрбиеші сіздің балаңызбен мектепке дейін мектепте қасында жетелеп жүрмейді ғой. Тәрбиешісі жақсы дейді, ұстап отырады.
баланы ұстап отқан кезде дамуында ұстап отырады да. Мысалы біздің балабақшаға келетін балалар тәрбиеші ата аналар осознанный деймін ғой, тәрбиеші ауысып жатыр ма мән бермейді, былқ етпей отыра береді. Өйткені біз құндылықты жеткізіп тастадық та. Тәрбиеші ауысса да бала оған тез үйрену керек. Ол кейін кез келген ортада тез кіріп кететін болады. А қазіргі критический мышлениесі, лидер балалар, олар тез тіл табысатын балалар. Кейін сонда лидер бола алатын балалар да. Соған байланысты балаларыңызды ешқашан ұстамау керексіздер, тәрбиешіге байланбау керек. Керісінше баланы қолын жетектеп алып, қай жерден қай жерге қандай мықты маман бар жетелеп дамытып алу керек. 6 жасқа дейін дамытып алу керек. Неге орыстың балалары тез дамиды? Мектепке барған кезде тақылдап тұрады. Өйткені олармен өте көп сөйлеседі. Мидың бөліктерінде зейінімен, көру жадымен, есту жадымен, сонымен қатар сөздік қорымен орыстар өте көп айналысады. Мектепке дейін мидың бірінші және екінші бөлігімен дамытып алады. Сосын баласын жібереді. Қазақ тілінде балаларын олай жасауға болады. Ол біздің қолымызда. Баламыздың миын бірінші және екінші бөлігін мықты дамытып алып, ары қарай мектепке жіберсек, сыныпта 40 бала отыра ма, 50 бала отыра ма, сіздің балаңыз лидер қалпында қалады. Ата-аналарға әрқашан кеңес беремін. Ол ата-ана мен балабақшамда қала ма, қалмай ма, маған маңызды емес. Мен жаным ашып айтамын да, ана ретінде айтамын. Сіз қазір маған келдіңіз, бірақ ары қарай тағы да балабақшаларға барыңыз да, ол жерде баланы қалай дамытады. Тамағы, услуга няня керек емес. Оны үйде де жасай аласыздар. Тамағы маңызды, бірақ іште балаға қандай дамыту сабақтары бар. Миын қалай дамытасыз, нейрондарын қалай жұмыс істейсіз. Қазіргі осознанный, саналы ата-аналар балабақшаға барған кезде сондай сұрақтар қою керек та. Бұл өте маңызды. Сол үшін ата-ананың өзі де бірінші білім алу керек. Қазіргі сол балабақшаларда тек қана бұрын, осыдан 2-3 жыл бұрын балабақшаларға балам барса болды, аман есен қайтып келсе болды деп ойлайтын. Қазір ол система өтпейді. Қазір сіз балабақшаға берген кезде қандай жүйемен оқытасың? Балада 2 жаста қандай қабілеттерін дамытасыз? Менің балам 1,5 жаста қандай қабілеттері болу керек? Осы жағынан негізі ата-анадан сұрау керек. Яғни, воспитатель, тәрбиешіден сұрау керек. Яғни, балабақшаға барған балабақшаңызда жүйе қандай? Қазір тупо бала барып келген балабақшаға өте қате нәрсе. Осының салдарынан қазір ЗПР, ЗР балалардың саны көбейіп жатыр. Бұл басқа балабақшалардың ояуына әсер етеді деп ойлаймын. Өйткені ЗПР балалардың саны көбейген сайын қазір мұғалім де, ата-ана да оянып жатыр. Яғни, бізге білім алу керек екен деген сияқты бұндай балалар не үшін көбейіп жатыр? Ол бізді, яғни ата-ананы, воспитатель дейміз, мұғалім дейміз, осыларды ояту үшін келді. Яғни бізді ояту үшін келді бұндай балалар, енді біз даму керекпіз. Алла жіберген осындай балаларға арқылы біздегі тәрбиешілер қазір дамып, түрлі методика, баланың қабілеттеріне байланысты жаттығулар. Мысалға, менің өзім балабақшамда таңғы сағат 9-дан бастап уже тыныс алу жаттығулары басталады. Өйткені қазіргі балалар ауызбен демалады. Ауызбен демалған сайын дыхайын жетпейді, кейін мектепке барған кезде оқи алмай, әріптерді бір-біріне қоса алмай отыратын баланың көбісінде тыныс алуында өкінішке орай. Бұл балабақшадағы этаптың барлығы мектепке бір әсер етеді. Мен өзім бастауышта балалардың бәрін бақылаймын. Бастауышта балаларды оқытамаймын, нәтиже шықпай жатыр деген балаларды қарап отырсаң, бәрі 2 мен 5 жас. Қазір мен өзімнің ерекше балаларға арналған оқу орталығымда 10 жастағы, 12 жастағы балаларға, сол 2 жастағы, 3 жастағы баланың қабілеттерін үйретіп отырмын, өкінішке орай. Бала 10 жаста бірақ секіріп жүр. Бала 10 жаста еңбектеп жатыр. Бала 16-15 жаста бала не істейді? Жүгіріп жүр. Сол АФК-дағы логопедтік дыбыстарды қою бағыты бойынша, дыбыс қоюдың барлық баланың 2 жасында толықты дамып күту керек. Бала логопед дефектологқа қазіргі әсіресе ата-аналар 1 жаста, 2 жастан бастап логопед дефектологқа бару керек. Бала сау, жоқ, менің балам 4 жасқа барғанда сөйлеп қалады ғой деп, әсіресе үйде ата-әжесі бар, әсіресе күйеулер қазір сөйтіп айтады. Ой, бала сөйлеп кетеді, бұрында мен де 5 жасында сөйлеген екенмін. Ол 5 жасында, ол қазіргі заманмен бұрынғы заман мүлдем сәйкес келмейді. Бұрынғы заманда біз далада көп жүрдік, атпен шаптық, жалаңаяқ жүгірдік деген сияқты. Бізде ірі мотор, ұсақ моторика мықты дамыды. Ал қазіргі балалар басқа балабақшалардың ояуына әсер етеді деп ойлаймын. Өйткені ЗПР балалардың саны көбейген сайын қазір мұғалім де, ата-ана да оянып жатыр. Яғни, бізге білім алу керек екен деген сияқты бұндай балалар не үшін көбейіп жатыр? Ол бізді, яғни ата-ананы, воспитатель дейміз, мұғалім дейміз, осыларды ояту үшін келді. Бізге диагностикаға келеді, көз алдында қаншама бала өтті шыны керек, айдан осы күнге дейін. Ана бала 8 жаста, 9 жаста, бірақ ми деңгейі әлі 4-5 жаста қалып қалған ғой. Әрине, мен айтамын, сіз баланы алып, таза қытайша
тілді ортаға кіргізіп тастағанмен бірдей деймін да. Иә. Қытайша сөйле деп жатыр да. Әрине ана баланың миы шок болады ана жерде. Шок болған салдарынан бала оқығым келмейді, партаға жатады. Мен оқығым келмейді, мен барғым келмейді. Шыны мәнінде баланың миы бұл жерде сен оқи алмай жатсың, менің шамам жетпей жатыр. Өйткені айналада қасқыр балалар. Сіздің балаңыздай басқа балалардың бәрі бірдей емес. Көп ата-аналар, көп балалар дамып келген, дұрыстап дайындалып келген мектепке. Көзі жұмып бере салған жоқ ата-аналар. Соған байланысты бұл жерде баланың миы автоматически жабылады ондай ортада. Сол кезде бала сезімін айтып үйренбеген бала оқығым келмейді, жазғым келмейді, барғым келмейді дейді. Балада желание, самооценка түсіп кетеді. Бұл жерде ең қатты мән беретін дүние балаңыз физически 7-8 жаста болғанымен баланың ми деңгейі әлі 4-5 жаста болуы мүмкін. Бұл жерде не істейміз? Отырып аламыз 4-тен 5-ге, 5-тен 6-ға, 6-дан 7-ге, 7-ден 8-ге көтереміз. Ол жерде крупная моторика, мелкий моторика, логопед-дефектологтың жұмысы комплексно жүру керек, нейропедагог комплексно жүру керек. Сол кезде сіз 1 жылда үлгересіз баланың деңгейін көтеріп алуға. А бала 3-ші, 4-ші, 5-ші сыныпқа барған кезде болды, трошникқа айналады. Өйткені пробелдар өте көп қалып қалған. Фундамент дұрыс қаланбаған. Әсіресе бұл 1-ші және 2-ші сыныптың ата-аналарына қатысты да. Әр уақыт бар сіздерде үлгеруге. Баланы 2 мен 5 жаста дамытпаса, ол мектеп дұрыс оқымайды. Енді мектепке барған 7 жастағы бала 7 жастан 9 жас, 10 жасқа дейін методикаларды оқып, кітаптарды, мектептің бағдарламасын игеріп кетпесе, қазіргі 2 мен 5 жастағы балаларды дамуына мән бермесе, бала бастауышта дұрыс оқымайды. Ал бастауыштағы бағдарламаны бала меңгермесе, бала уже 5-ші сыныпқа барған кезде ол бала оқымайды ешқашан. Өйткені переходной возраст басталады, балада уже гормондар өзгеріп жатыр, и бала осыдан кейін ары қарай мұғалімге қарсы шығатын болады, ата-анасына қарсы шығатын болады. Осының салдарынан оқымайтын қазір бізде өте көп бұзық балалар шығып жатқанның барлығы осы фундаменттен. Яғни фундамент деп айта бермейді. Бастауышта мықты оқысын десеңіз, балабақшаның фундаментіне мән беріңіз, қабілеттер, яғни 2 мен 5 жас аралығында баланың қабілеттері қалай дамып жатыр. Бала жаза алды ма, қалам ұстай алды ма, оқи алды ма, мұғалім тыңдай алды ма, мұғалім айтқанын бала ұғынып жатыр ма. Осы 5 жасқа дейін осының бәрін фундаментін қалыптастырса, одан кейін 5 жастан кейін баланы мектепалды даярлыққа беріп, 5 жастан 6 жасқа дейін баланы дайындаған дұрыс, 6 жастан 7 жаста уже баланы мектепке берген дұрыс. Қазіргі ата-аналар алады тарс еткізіп 5 жастан бастап мектепке беріп жібереді. Баяғы заманда оқып кетемін. Қазіргі ата-ана 2 жаста балам өз деңгейіне сай болып жатыр ма? Отырып тексеру керек. Қиындық ешнәрсе жоқ. YouTube-қа кіріңізде 2 жастағы бала нені білу керек? Соған байланысты қарап тексеріңіздер. 3 жасқа сай болып жатыр ма? 4 жасқа сай болып жатыр ма? Егер сіз көріп тұрсаңыз, балаңыз жетпей жатқанын, толыққанды болмай жатқанын, онда дереу тревога, дереу қолға алу керек, үлгеру керек. Кейін бұл еңбектің жемісін көресіздер. Шынымен де. Қазір мысалға бізде ерекше балаларға арналған оқу орталық бар. Бағасы бізде 350 мың 280 мың арасы. Бізде Алматы қаласында ең арзан бағада ашып отырмыз, бірақ бізден мысалы айына 900 мың, 1 миллион, 1,5 миллион айына төлейтін ата-аналар бар екен. Қазір коррекционный центрге барады, баласы осындай кішкентай кезінде балабақшаға баратын сәтте мән бермеген өкінішке орай, и бала аутист болып қалды, немесе дауны болып қалды, немесе ары қарай асқынып ЗПР-дің ең күрделі түріне түседі. Яғни баланы қарамаған, уже бастауышқа барғанда оқымаған, уже бала 10 жаста, уже 5-ші класс, 6-ші класс, қазір сүйреп, әр коррекционный центрге сүйреп жүр. Барған жерде не істейді? Ине саламыз, анан витамин былай көтерейік, анализді тапсырайық. Түрлі 10 күндік лечение 350 мың теңге. Қазір бар ата-аналардың бәрі бәйтеу бала үшін ақшасын сүйреп 10 күндік лечениеға барады. Ол 350 мың, 500 мың теңге. Укол енді витаминдерін беретін жер, бірақ ол уақытша. Бала негізі үздіксіз даму керек. Ал осының салдарына, яғни кішкентай кезіне мән бермедіңіз ба, осылай таяқ жейсіз. Өйткені мен де сондай ата-анамын. Мен өзім 4 жасынан бастап, қазір қызым 9 жаста, 5 жыл бойы осы қызыма примерно 15 миллиондай ақша салып тастадым. Нәтиже туралы айтып жіберейін Айдан. Орталығымыздың ашылғанына Айдан екеумізде 3 апта болды. Аллахқа шүкір, кеше отырып нәтижелерді сараладық. Ата-аналарды тоқтатып тыңдатқыздық. Ата-ана бар, 3 жаста баласын мықты логопед-дефектолог апарып жүрмін, 400 мың теңге төлеп жатырмын дейді. Бір специалистке 400 мың төлеп жатыр. Бізде 280 мың теңге қалдырды. Бірақ 2 аптада сіздерден нәтиже көрдім дейді. Баламның фокусы, зейіні тұрақталған сияқты дейді. Балам біресе айтуға талпынып жатыр, үйдегі нянясы айтып жатыр.
айтуға бір нәрсе дыбыстар шығарып жатыр дейді. Көп өкінішке орай невропатологқа барады да ЗР, ЗПР деген диагнозды қояды, иә. Бірақ оның ішінде именно сенсорно-моторный алалик па, моторник па, баланың именно ішінде қай спектрі тұр екен дұрыс анықтау керек. Және өте мықты білікті логопед-дефектологқа бару керек. Уақыты бар кезде. Сіз созып қабылдамай жүрген кезде баланың уақыты кетіп бара жатыр да. Мықты логопед-дефектологқа апарған кезде сіздің балаңызға диагнозға сай коррекцияны да точно жасаған кезде баланың миына табиғи жолмен табиғи витаминдер келіп, баланың сөйлеу процесі тезірек болады, баланың түсінігі тезірек келеді. Өкінішке орай қазір невропатологтың өздері обширно қояды да, тек шет елдерінде ғана ішке қарай кіргізіп, именно ол ЗР-ның қандай түрі, ЗПР-ның қандай түрі соған енгізеді. Бізде өкінішке орай обширно қояды да, бала менің ата-ана жүреді, менің балам ЗПР, бала ЗПР емес, бала ОНР болуы мүмкін, балада ЗР-дің трудный степені болуы мүмкін, сенсорно-моторный алалик болуы мүмкін, немесе балам чисто моторник болуы мүмкін. Соған байланысты білікті мамандарға барыңыз. 2-3 аптада баладан кішкене болса да нәтиже шығаруға болады. Біздің орталықтағыдай. Бізде 2 аптада нәтиже шығып жатыр. Мен ата-аналарға айтар едім, мысалға да біз спортқа бардыңыз, қолыңызды күніге барып темір көтере беріңіз, күніге барып 1 сағат темір көтере беріңіз. Қолыңыздың бұлшықеттері қатайып, мына формаға келе бастайды. Қолыңыздың фигурасы әдемі бола бастайды. Сол сияқты мен ата-ана шыдамсыз. Баласын, яғни 5 жастағы баласы сөйлемей жатса, ана жерге аппараттан жұлып алып, келесі оқу орталыққа алып барады, жұлып алып, келесі оқу орталыққа алып барады. Енді барған оқу орталығына нәтиже шыға шықпаймын, бұл жерде сіз сол оқу орталықта не үйретесіз? Бала қай уақытта сөйлейді? Мысалға біз диагностика жасау арқылы уже баланың маршрутын сызамыз. Маршрут сызылғаннан кейін бала қайда бару керек, қай уақытта бала сөйлеп бастайды, не жасаған кезде балада уже қабілеттер оянады. Осы жағына барған оқу орталығыңыздан осы маршрутты сұрау керек. Көп оқу орталықтар оқытамын, нәтиже шығарамын деп қабылдап алуы мүмкін, бірақ ары қарата не істейтінін ол ата-ана да білмейді, балам ашқан мұғалім де білмейді. Балам ЗР, ЗПР деп жүрді, чисто логопед-дефектологқа барды, мен ата-анасын тоқтаттым, тоқтаңыз дедім. Давайте подключим крупную моторику. Давайте АФК-нкасы. Сіз ана жер тоқтай тұрыңыз, бір ай бізге келіңізші дедім. Бір ай келіңізші. Сол бір айдың 2 аптасында ата-анасы нәтиже көріп отыр ғой. Өйткені комплексно қостық та, біз крупный моториканы да қостық, мелкий моториканы да қостық, түсінікті де қостық. Балада миға сигнал кетті жайлап. Соның салдарынан баланың зейіні тұрақталып, бала сөйлеуге талпынып жатыр. Мен баладан көріп тұрмын да, балада қиындық қатты емес екенін, әлі көмектесуге болады екен. Просто түсінік жоқ. Ал түсінік АФК-дан келеді. АФК-ның усиленный интенсив сабақтарынан келеді. Оның АФК-да деп көрген жерге апара бермеңіздер. АФК-ның өзінде АФК бар. Жүйе бар жерге. Жүйесі бар АФК. Яғни қазір біреулер интернеттен қарап алады да үйрете беруі мүмкін. Сол үшін өзінің арнайы методикасы бар. Қандай этаптардан кейін балада түсінік қалыптасады. Мысалы, қазір ОНР деген диагноз өте көп балаларда. Яғни сөзді айта алмайды, сөйлемді мүлдем құрастыра алмайды. Уже қазір мысалға ПМК-ға барса, ОНР деп жазып бере салады. Ата-анаға ол не? Стресс кәдімгідей. ОНР деген сөз как будто бала аутист сияқты, немесе даун сияқты. Ол ОНР просто баланың түсінігі жоқ, бала дұрыс сөйлемдерді айта алмайды, сөз бар чуть-чуть, бірақ оны сөйлем қылып айта алмайтын баланың көбісі ОНР дейді. Бұл дерт емес, просто баланың түсінігін қалыптастыру үшін ірі моторикасы көбірек болу керек. Бала заттарды ұстаған сайын түсінік қалыптасады. Мысалға біз ағашты ұстаған кезде оның ағаш екенін түсіне бастайды, миға уже сигнал барады. Стакан ұстасаң, стаканның ішінде ыстық су бар, жоқ екенін миға уже сигнал барады. Яғни ми кез келген ақпаратты сіңіру үшін ол ұстап көру керек, жасап көру керек. Яғни АФК-да соны қайталатады. Мысалы, бір допты қағу үшін лақтырады, бала қисық қағуы мүмкін. Екінші күні түзу қағуға тырысады. Үшінші күні бала уже денесін кеңістік тура ұстап, доптың қалай келетіні уже бала сезе бастайды. Ол кезде ми жұмыс жасайды. Уже түсінік қалыптасты, допты қалай ұстаудың, балада уже сөйлеу этабы басталады. Ата-ана мына элементарный нәрселерді қарау керек. Осындай нәрсе, қарапайым нәрседен баланың түсінік қалыптасып, баланың сөйлеуі басталады. Сол үшін ата-ана асығаттық, ой, ана барайын, мына барайын ба. Кеше маған бір ата-ана келді, бүйтеді. Балам 2,5 жаста дейді. 3 жасқа толады, балам мүлдем сөйлемейді. Бір центрге барайын деп жатырмын, ол жерде бағасы 10 күндік лечениясы 350 мың теңге депті. Енді ол жерде ине саламыз деген, АФК логопед курстарға барасыз, 10 күннің ішінде емделесіз, сосын қайтадан бір айдан кейін қайтып келесіз. Сонда мен айтып отырмын, ол ата-анаға, сіз хорошо 10 күн бардыңыз.
логопед дефектолог жұмыс жасады 10 күн. Иә, АФК жұмыс жасады 10 күн. Ары қарата баланың уже келесі айда, бір айдан кейін келесі дейді. Бір айға дейін бізде 20 күн уақыт бар. 20 күнде балада уже жұмыс жасамаған ми қайттан тежеліп қалады ғой. Қайттан бала ЗПР болады. Сол үшін бұндай қателік негізі қате деп ойлаймын. Яғни баланың ЗПРден шығарғыңыз келе ма, баланы ОНРден шығарғыңыз келе ма, бала үздіксіз даму керек. Коррекция мектепке дейін Иә. созылу керек. Мысалы менің Тоқтамай. ұлымда ЗПР легкой степени деді. Мен басында мойындаған жоқпын. Бірақ мен қазір түсініп тұрмын. Қазір балам 4,5-да, бірақ мен коррекцияны тоқтатпаймын. Мен логопед дефектолог қазір балам қазір нормотипичныйға өтті. Болды деп қуанбаймын. Мен баламен ары қарай онымен жұмыс жалғастырамын. Мектепке дейін жалғастырамын, мүмкін даже 2-ші сыныпқа дейін де жалғастырамын. Логопед дефектологпен және крупный моторика. Бұл балаңызда тілі кеш шықты ма, кеш жүрді ма, уже сигнал ғой, красный знак. Тез әрекетке көш деген. Өйткені көп мектеп оқушыларында отырып алып анализ жинаған кезде ата-ананың бірінші айтатыны: кеш сөйледі, мән бермедік, 4 жасқа дейін күттік. Кеш сөйледі ма, болды. Сигнал. Баланы 6 жаста беруге болмайды мектепке, 7 жаста ғана бере аласыз мектепке. Ми уже кеш дамып жатқан деген түсінікті. Соған байланысты, құрметті ата-аналар, балаңыз 1 ай барып, 2 ай барып, онымен бітпейді. Коррекция деген ол 3 жасқа дейін дамымаған дүниені сіз 1 айда тез дамытып жібергіңіз келеді да. Ол қате түсінік. 3 жасқа дейінгі дамымай қалған дүниені кемінде 1 жыл жүресіз, 2 жыл жүресіз. Коррекцияны үздіксіз тоқтатпау керек. Коррекция тоқтатқан кезде балада откат кетеді артқа қарай. Оны өзіңіз бір 20 күннен қайтадан байқайсыздар. Бала азырақ сөйлей бастайды, бала ойын бұрынғыдай тезірек жеткізе алмай қалады. Коррекция үнемі үздіксіз жүріп тұратын процесс ол. Балабақшада да ол осы мамандар, арнайы мамандар балабақшада да болса, ол нұр үстіне нұр да, шыны керек. Қазір мен жаным ашитыны, көп балабақшалар тәрбиешілер болсын, мектеп ұстаздары болсын, мысалы, ой, мына балада диагноз бар, мына балада қайтарып жібереді. Тоқта деймін, тоқта. Бұл бала өсуге келді. Иә, бір баланы жібересіздер, басқа бала келеді ғой. Тура сондай қайта. Тура сондай. Ол Алла тағала беріп тұр ғой ол баланы. Не үшін беріп тұр? Өсу үшін. Иә, сенде сондай білім жоқ. Яғни оқи алмайтын, коррекциясы жоқ, қабілеті жоқ бала, ол мұғалімге көрсету үшін келіп тұр. Сенің осындай қабілеттерің жоқ. Саған осы даму керек. Алдағы уақытта осындай клиенттер келеді. Сен осыған дайын болу керексің деген сияқты балабақшаның қазір. Керісінше балабақшалар ЗПР балалар келсе, сразу қашады, отказ береді. Жоқ, керек емес деген сияқты. Ал бізге ол қазір тәрбиешілерге білім алу керек деген сигналда, сол сигналды түсініп, сол баланы алып, жұмыс жасап, зерттеп көретін болсақ, міндетті түрде кітапта методика жазып бастайды, немесе бір жүйе пайда болады ол балаларды оқытуға. Сол себепті ондай қоғамда енді 2028, 29, 27 жылдары бұндай балалардың саны көбейеді. Қабылдау керек осындай балаларды. Азаяды деп ойламаңыздар. Керісінше бейби бум бізде қазір 2020 жыл карантиннен шыққан бала 5 жасқа толып, и то қазір бүйтіп жатырық. 26, 27, 28-де бұндай балалардың саны қазір 500 мыңға жетсе, ертең көбейе береді. Сол себепті қазір бірігіп, мен айтқым келеді, бүкіл балабақша Қазақстан бойынша бүкіл мектептер осындай балаларға, яғни қашпай, ары итермей, болмайтын бала демей, біз жүйесін ойлап табу керек. Бізде мысалы Россия, басқа да мемлекеттер, дамыған мемлекеттер бұл ситуациямен бұрын кездесіп қойған. Осыдан 5 жыл, 10 жыл бұрын олар кездесіп, қазір Америкада да, Москвада да неше түрлі методика бар. Қазір көбісі Москвадан оқып келіп жатыр, осы коррекционный АФК, ЛФК деп жатады ғой. Бұның бәрі уже Москвадан оқып, немесе Америкадан оқып келіп жатыр. Өйткені ол жақта бұл проблема болып қойған. Бұл проблема олар уже соқтығысып қойған. Ол жақта мысалы сотка, телевизор деген нәрсе бұрында дамып кеткен, ол проблемалар уже кездесіп қойған, бізге енді келіп жатыр. Сол себепті ол дамыған мемлекеттерде қазір балаларды қалай уже оқытуды, орыстың бала неге сайрайды, біздің қазақтың бала неге слабый, біз оны қазір енді түсініп жатырық. Өкінішке орай біз енді оянып жатырық. Басымызға барып таяқ болып тиген кезде ғана баламыздың ЗПР, ОНР немесе ЗР деген көргеннен кейін барып біз уже білім іздеп бастадық. Ал өкінішке орай біз 2020-дан бастап 24-ке дейін біз оянған жоқпыз. Біз 4 жыл бойы телефон көрдік, неше түрлі тиктоктан көрдік, бала да телефонда отырды. Это нормально өмір деп ойладық бәріміз.
24-те біз ояндық, ойбай, бала сотқа зиян екен, қазір балалар ЗПР болып қалды, менің балам ауру болып. Сосын барып кеше былтыр біз 2024-те телефонды баладан тия бастадық. Ал өкінішке орай 20-дан бастап 4 жыл бойы бала уже соткада отырып қойды. Өкінішке орай 4 жыл бойы бала уже дамымай қалды. 4 жыл бойы ата-ана да бір ақпаратты қарап балам дамытайын деген ойда болған жоқ. Сол себепті 4 жылдық уақыт енді дамымай қалып кетті. Осы 4 жылымыз енді өкінішке орай осы 28-29 жылдары осындай балалармен алсамыз, бұл балалардың біздің дамытудың енді этабы басталды. Тағы айтарым, енді білім алу басталды. Бала жатырда пайда болды, баланың бүкіл жүйке жүйесі алғашқы 12 аптада қалыптасады. Құрметті ата-аналар, 12 аптада қалыптасқан кезде баланы бүкіл жүйе, сіздегі ферритиннің төмен болуы, фолиевый кислотаның жетіспеуі, артық стресс, невроз, сіздің балаңызда жатыр пайда болды, сіз оны жүресіз, біз қазақтар мән бермейміз. Мысалы, осознанно дайындалмаймыз екі қабат болуға да, мысалы. Орыстар неге? Олар осознанно дайындалады. Америкалар, орыстар олар осознанно дайындалады. Егер алғашқы 12 ай өте маңызды. 12 айда бүкіл баланың жүйке жүйесі қалыптасады. Неге ЗПР, ЗР балалар көбейіп кетті? Өйткені осы алғашқы 12 аптада анада қатты токсикоз болғандықтан, ферритин төмен болғандықтан, анемия болғандықтан, баланың жүйке жүйесі толыққанды дамымай қалғандықтан, келешекте балаңыз осындай ЗПР, ЗР болып жатыр да. Алғашқы 12 апта, сосын 7-ші ай. Екіқабат кездегі ең маңызды период. 7-ші айда баланың миы қалыптасады. Осы периодтарда ана өзіне өте қатты қарау қажет. Содан кейін бала дүниеге келеді. Бұл жерде акушерлердің де, мен оларды кінәлап жатқан жоқпын, бірақ бирулибині жоғары болып та жібере береді. Мен сол кезде шошимын, шыны керек. 150 болса да үйге жібере береді. Өйткені койканы келесі адамға босату керек. Ана жерде 150-мен үйге барған баланың бирулибині егер контрольға алмаса, баланың миы зақымдайды, баланың нейрондары зақымдайды. Височный доля, лобный доля, затылыч, баланың ми бөліктерінің барлығы зақымдалуы мүмкін. Бирулибиннің салдарынан көп балаларда қазіргі таңда ақпарат қабылдау өте төмен. Мазмұндама айта алмайды, мәтін есептерді шығаруға анализ, синтез жұмыс істемейді. Өйткені ата-анасынан сұрап отырсам, бирулибин жоғары болды да, бірақ үйде біз лампаға салдық. Сарғайғаны кішкене кеткеннен кейін лампаны да тоқтатады. Оны тоқтатпау қажет. Бірінші айдан кейін УЗИ-ға барып невропатологқа түсіреді, ойлайды, сонымен бәрі әңгіме жабылды, болды, бала ары қарай өз дамып кетеді деп. Жоқ, 3 айында да баланы тексерту керек, 4 айында да баланы тексерту керек. УЗД деген анализ бар. УЗД анализ именно миға қан қалай барып жатыр. Ол Алматыда тек қана бір маман бар, өте мықты. Сол кісіге арнайы бару керек. Сол маман баланың кислородный голодание болып жатқан жоқ па, внутричерепное давление бар ма, жоқ па, соның бәрін тексереді. Көп балалар бас ауырғанын сезбей жүре береді. Біз сияқты бала сезіммен бөліспейді. Мама, мен мына жерім ауырып жатыр, мен мынадан шамам келмей жатыр. Мен осыны зерттедім, яғни бас ауырып жүре беретін балалардың көбісі синтнезия. Басын шайқай береді. Немесе қолын басын қықтырлата береді, зевать ете береді, немесе аяғын қимылдатады. Осы синтнезия дерті болып қала береді. Яғни баланың уже қан тамырлары қысылады баста, уже бас қысқан кезде, бас ауырған кезде бала осындай әрекеттер жасайды екен. Енді қазір мектепте өсіп отыратын балалар бар. Ондай балалар ақпаратты тез ұмытады, жаз десең тез шаршайды. Неге? Өйткені ми екі функцияны жұмыс жасап жатыр. Жазып жатыр, қолы былай қимылдап жатыр. Уже синтнезия дерті, яғни бұл дерттің бәрі міне осы жердегі этаптан пайда болады. Яғни ми уже қысылады, уже бас ауырған кезде бала осындай әрекетті жасау арқылы. Ана жыл күліп жатырмын ғой, 2 жасар бала келді, диагностика жасап жібердік, тез баладан дислексия тауып алдық. 2 жасар балада, жоқ, 2 жасар емес, 1 жас 8 ай. Ана баладан дислексияны тауып алды, логопед дефектологымыз. Дислексияны тауып алғаннан кейін тере жұмысты бастадық. Қазір дислексиясы коррекцияға подаваться етіп, қазір дислексиясы уже кетіп бара жатыр. Ата-анасы айтамыз да, рахмет айтыңыз деймін да, өйткені кейін балаңыз теріс жазбайтын болады, теріс оқымайтын болады, әріптерді көретін болады, оқудан қиналмайтын болады. Неге дейді? Өйткені біз дислексияны алдын ала 1,5 жаста қазір қолға алдық дедім. 1 жас 8 айынан бастап біз уже дислексияны тауып жатырмыз. Бұл бала, қазіргі балалар, ата-аналар ойламайды, бала санды бітіп астынан басып жазатын балалар бар. Бұл уже андай
тығылып тұрған дислексия немесе дисграфия деп айтамыз ғой. Зрительный гнозистағы проблема ол уже көрдіңіз ба, 1 жас 8 айынан бастап балада осындай қабілеттерді біз движение, бала іс-әрекет жасаған кезде уже көре бастайсың. Бала мынау қазір дислексияға кетіп бара жатыр. Знаешь, біз мынандай жаттығу жасап отыру арқылы баланың сол қабілеттерін дамытып жіберуге. Сол кезде бала уже мектепке барған кезде жаңа санды 9 жазған кезде керісінше жазып жатады, 6 жазған кезде астынан басып жазып жатады. Ол андай легкий болуы мүмкін дислексия, бірақ балада бұл қиындық туғызады оқыған кезде немесе жазған кезде. Уже аяқ киімдерін кейін теріс кие бастайды, уже теріс оқи бастайды. Әріптерді көрген кезде ар десе ра деп оқитын балалар бар. Бұл уже 1 жасынан құрастырып жібереді, өтірік қосып жіберетін балалар. Міне осының барлығы өкінішке орай осындай. сол 2 жастағы қазір 2 жаста ол баланың дислексиясын біз коррекция арқылы тез қойып тастадық. Балаға мектепке дайын екенін біз негізі балаға сұрақтар қоюмен, баланың зейіні тұрақты ма, баланың есте сақтауы жақсы ма, баланың көру жады жақсы ма, баланың есту жады жақсы ма, осы баланың сөйлеу қабілеті қалай, осының барлығына диагностика жасап, баланың қай қабілеті дамымай тұр немесе қай қабілеті артта тұр, соны дамытып жіберіп, ары қарай баланы мектепке жіберу керек. Көп ата-аналар балаға математиканы плюс-минусты үйретіп, әріпті үйретіп, мектепке жібере береді. Бұл жерде ең басты қателік, бала әріпті тез на автомате жаттап алу мүмкін, санды жаттап алу мүмкін, бірақ балада бұл жерде осознанный процесс жүрмейді да, ол сан не үшін қажет, ол әріп не үшін қажет. Балада анализ, синтез жұмыс істеу керек. Бала кейін мазмұндама жақсы айту үшін баланың миында цепочка құралу керек. Ол яғни баланы мектепке дейінгі академический білімі толыққанды болу керек. Бала мысалы элементарный далаға шығарған кезде көп заттарға табиғатқа қатысты көп сұрақтарға табиғатқа қатысты көп сұрақтар қойыңыз және баланың жауабына қараңыз. Егер бала толыққанды жауап бере алмай жатса, онда баланың академиялық жағынан, білімі жағынан пробел бар деген сөз. Яғни бұл бала кейін мектепке барған кезде мазмұндама айта алмайды, мәтін есептерді шығаруға логикасы жетпей қалуы мүмкін. Егер бала, сонымен қатар баланың есте сақтауы мен зейінін тексеру керек. Негізі кез келген ата-анаға мен кеңес беремін, мектепке дейін баланы логопед, дефектолог және нейропсихолог мамандарына тасып алып үлгеру қажет. Ол мамандар баланы тез-тез өз жасына сай дамытып жіберу керек. Содан кейін ғана сіз баланы толыққанды мектепке жібере аласыз. Ол бала мектепке барғаннан кейін кез келген затты осознанно түсініп, балада ешқандай самооценка түспейді. Бала мектепке барғым келмейді деп айтпайды. Өйткені бала толыққанды болып тұр да. Баланың сөйлеу қабілетін кешігу мектепке барғанда қиындық тудыра ма? Баланың тілі кеш шығып жатса, яғни балада даму процесі кеш жүріп жатыр деген сөз. Егер баланың тілі 3 жастан кейін, 4 жастан кейін шығып жатса, болды, сигнал. Баланы асықпай 7 жаста мектепке беру керек. Бала өз физиологически 7 жасқа сай болғанмен, умственно бала әлі 7 жасқа сай болып жатқан жоқ. 3 жастан кейін тілі әлі толыққанды болмай жатыр ма, тез-тез арнайы мамандарға апарып, баланы миын жетілдіріп, сосын ғана барып, баланы толыққанды өзін физиологически 7 жасын умственно да біліммен, дамумен, академиялық жағымен 7 жасқа сай еткізіп барып, баланы асықпай беру керек. Баланың өзіне деген сенімсіздігі ол ортадан бірінші. Сіз баланы толыққанды мектепке дайындамай жібересіз. Баланың тілі кеш шығады, бала сосын барады да 6 жаста мектепке беріп тастайсыз. Ол жерде мықты дамыған балалар келіп қосылады ортаға. Ол кезде баланың миы автоматически жабылады. Яғни сол кезде балада сенімсіздік пайда болады. Бала мектепке барғым келмейді, оқығым келмейді деп жылай бастайды. Бұл жерде баланың сенімсіздігі, егер баланың миы толыққанды болып тұрса, мектепке дейінгі даму деңгейі өте жоғары болып тұрса, бала 7 жасты ортаға барса да, 8 жасар балалардың ортасына барса да, толыққанды өзіне сенімді болып тұрады. Бірінші баланың академиялық жағынан ми деңгейін көтеріп аламыз, сосын ғана барып мектепке береміз. Сол кезде баланың самооценкасымен проблема болмайды. Балада самооценканы қалай көтеруге болады? Осы сұраққа мен де жауап берейінші. Баланың самооценкасын қалай көтеруге болады? Самооценка деген не? Самооценка деген просто өзіңнің тәніңді қабылдамау деп айтқым келеді. Біз оны кішкентай кезінен балаға фундамент беріп тастаймыз.
яғни сенің миың істемейді, сен ақымақсың, сен топассың, сен таппақ жаттай алмайсың, сен оқи алмайсың. Мынау баланың самооценкасын түсіретін сөздер. Яғни мен қазір өзімнің оқу орталығымда да, мектепте де, балабақшада да 1 минутта 30 есеп шығару, 1 минутта 90 сөз деген әдістерді қолданамын. Өйткені қазіргі балалардың сағы сынып келіп жатқан балалар көп. Мен оқи алмаймын, апай, мен есеп шығара алмаймын, апай, мен жаза алмаймын, апай. Неге? Себебі оны ортасы мен мұғалімі, ата-анасы айтып тастаған. И баланың самооценкасын түсіру арқылы өкінішке орай қазір қоғамда бізде өте ынжық балалар жасап жатыр. Енді бұл ынжық балалар, өзіне сенімсіз балалар, өкінішке ол завод, фабриканы соға алмайды. Қытайда, Япония, мен былтыр мысалы Японияға барған кезде балалардың самооценкасының жоғарылығын байқадым. Кәдімгідей бала жатырқамайды, келеді да, сен қазақсың ба, мүлде еліңді де біліп келеді да, өзінше ойларын айтып, пікірлерін айтып жатыр. Балабақшаның балалары сондай. Неге? Себебі ол жерде балаға кәдімгі қабілеттерін дамыту арқылы бала неғұрлым қабілет дамыды, логопедке барды, АФК-ға барды, балада түсінік қалыптасты, бала уже өз ойын толыққанды жеткізе алады. Ол тәрбиешіне болсын, жаңа нянькасы дейміз ғой, сол жағына жеткізе алады. Сосын менің бір ұнағаны, ол Японияның балабақшасында директор кәдімгідей ашық жерде отырады екен. Бала мысалы, ойбай, анау директор, анау завуч кетіп барады, қорықпайды. Өйткені қоғамды олар барлығы бірге отырып, яғни қоғамда бұл директор деген кәдімгі қарапайым адам. Бұл просто осы жүйені басқаратын, балабақшаның жүйесін қоятын, қандай сабақтар, қандай білім беру керектігін қарайтын маман ретінде өзін көрсетіп отыр. Кәдімгідей балалар директордың алдынан өзінің ой пікірін айтып, директор ағайлармен сөйлесіп деген сияқты сондай бір қарым-қатынасты көрген кезде бізде де осындай жүйе болу керек деп ойлаймын. Мен мысалға өзім былтыр мектептің директоры болған кезде мен кәдімгідей балаларды құшақтап, келіңдер, давайте араласайық. Яғни еркіндікті балаларынан, мен директормын, мен қатал болуым керек, менің арамызда бізде шекара болу керек деген нәрсені, бірақ шекара да болу керек, бірақ оның орнымен, әр нәрсе өз орнымен, бала директормен қалай барып сөйлесетінін білу керек. Қазір мысалға біз өзіміз директор, бастық десек қазір қорқамыз ғой. Ойбай, бастығым келе тұр, ойбай, бүйтіп артық нәрсе істемей. Кішкентай кезден қалған травма. Кішкентай кезден қалған жарақаттар ғой. Ойбай, ештеңе істемей-ақ қояйық артық деген сияқты. Сол себепті балабақшадан бастап бала өз пікірін өзі айта алатындай ойда болатын болса, ертең өскен кезде міндетті түрде мамандықты өз таңдайтын тұлға болып қалыптасады. Өз мамандығын таңдаған адам, өзінің ойын айта алған адам, ертең ол өзі бірдеңе құрастырып шығара алатын болады. Сол себепті бұл фундаменттің бәрі бізде балабақшада қалыптасу керек. Балабақшада баланы дұрыс методикамен, дұрыс жүйемен оқытатын болса, онда бұйыртса бізде қоғамда мықты, білімді, сапалы білімде Ахмет Байтұрсын, менің өз арманым сол Ахмет Байтұрсын, Ыбырай Алтынсарин сияқты тұлғаларды жасап шығару. Осындай тұлғалар бізде көп болатын болса, біз елдің қатарын таптап өтеміз бірінші орынға дейін. Қазақтың негізі қаны өте таза халық, біз баяғыдан, және де білімді халықпыз. Біздің мақалдарымыздың өзі қазір психология. Қарап отырсың, қазіргі Луиза Хейдің психологиясы біздің мақалда жатыр әрқайсысында. Қазақ өте білімді, біз просто сол білімді осындай фундаменттен бұзбасақ, баланың сағын сындырмасақ, сен оқи алмайсың, сен жаза алмайсың, сен таппақ жаттай алмайсың, ары тұр, сен ЗПРсің деген нәрсені айтпай, керісінше соған сай бізде методика, жүйе құрастырып, бәріміз бірігіп мектепті қалай басқару керек, балабақшаны қалай құру керектігін білетін болсақ, қоғам сөзге балада психологический буллинг қой ол. Сен оқи алмайсың, сен жаза алмайсың. Қазіргі таңда баланың зейіні нашар және есте сақтау нашар болса не істейміз? Балам 4 жаста, зейіні тұрақсыз, гиперактивный. Ол гиперактивный балада ата-анасы байқап тұрған жоқ, есте сақтауды өте нашар. Жаңа мен айтып кеттім ғой, бала дүниеге келгеннен кейін баланың миында гипоксия қалды ма, берулибин жоғары болды ма, анасында анемия болса 100% балада да анемия бар деген сөз. Оның барлығы баланың артқы ми бөлігінің бірінші блогын зақымдайды. Ал мидың бірінші бөлігі зейін мен есте сақтауға жауап береді. Ол 3 жасқа дейін ғана дамиды. 3 жастан кейін уақыт өтіп кетті. Енді не істеймін? Сіздер арнайы мықты мамандарға беріп коррекция жасайсыздар. 3 жастан кейін уақыт бітті, болды, зейін енді өмір бойы осылай тұрақсыз болады, есте сақтау өмір бойы осылай қалады деген ой емес, түсінік емес. Білікті мықты мамандар отырып 3 жастан кейін бұл мидың бірінші бөлігіндегі нейрондарды тірілтеді. Ұйықтап қалған ұйықтап қалған, бұзылысқа ұшыраған нейрондарды тірілтеді. Соның арқасында баланың 4 жаста болсын, 5 жаста болсын, 6 жаста болсын, 10 жаста болсын, зейінін тұрақтандыруға әлі уақыт бар. Табиғи жолмен сіздер уақыт өткізіп алдыңыздар, 3 жастан кейін біз коррекциялық жолмен балаға ол қабілетті қайтып алып келеміз. Бізде 16 жастағы бала келіп отыр оқу орталыққа, мүлдем әріп танымайды, оқи алмайды. Анасы, менің балам осындай болды, осы қалады деген сияқты ой болған.
менің бір мұғалім прям занимация етіп 2 айдың ішінде анаға әріп таныды оқытқан кезде ана қыз көзінен жас бұрқ ете қалған ғой. Мен оқи алады екенмін ғой, менің қабілетім бар екен ғой деп ше. Сол себепті кез келген балада қабілет болады. Бұл жерде балаға сол қай қабілет жетпейді. Мен қазір мысалға мұғалімдерге айтамын, 5 фактор бойынша жұмыс жасау керек. Баланың витаминін толық па тексеріңіздер. Мүмкін витамин жетіспегеннен бала қабылдай алмауы мүмкін. Екінші, баланың дыбыстарынан. Көп баланың оқи алмай жатқаны, дыбыстар дұрыс айта алмағаннан, мысалы оқыған кезде дыбысты білмейді, қалай дыбысталатынын, қалай айтылатынын. Сол үшін бала деп оқи алмай қалады. Үшінші этап, баланың қазір тамақтануы. Тамақтануға кішкентай кезінен бастап мән беріңіздер. Менде бір ата-ана бар, балам тамақ ішпейді, балам тек қана жаңағы айран ішіп немесе нан жеп жүре береді. Это норма деп ойлайды. Нан мен айран ішіп аздан кейін жүре берген баланың зейіні тұрақсыз болады. Балада мүлде ес сақтау қабілеті мүлдем болмайды. Баланың зейіні бір нүктеде шоғырланбайды, өкінішке орай. Сол себепті баланың тамағына мән беріңіздер. Бала уже 2 жастан бастап тамақ ішпей ме, онда балабақшаға беріңіздер. Бала ортаға қарап отырып тамақтанады. Бала ортада балаларға қарап отырып тамақты жеу арқылы түсіне бастайды. Ол үйде мамасына еркелеп деген сайын мамасы гиперопека жасап, мен балам тамақ ішеді, одан айран іше салсын, аш қалдау деген сияқты бір жанашырлықпен баласын улап жатыр. Баласын уже зейінін тұрақсандырып, бүкіл қабілеттеріне балта шауып жатыр. Оны ата-ана ойлайды, мен балама жақсылық жасап жатырмын. Сіз уже баланың тамақ ішпеуіне байланысты зейініне, логикасына, барлығына балта шауып жатсыз. Тамақ бермеу арқылы. Бала ыстық тамақты ішу керек. Яғни мысалға үйде шпинаттан, бала шпинат жемейді ғой енді, оны блендерден өткізіп, оны согын алып, жаңағы вафельницаға немесе блинчикке қосып беріңіз. Вот соның өзінде балада уже 1 таблетка немесе 2 таблетка уже темір ішті деген сөз. Мысалы шпинаттың құрамында темір өте бай. Балық жемейді менің балам дейді. Балықты алдыңызда сол жейтін сүйікті тамағын нанның арасына қосып беріңіз. Мысалы нанның өзін құр ұннан емес, чечевицадан қазір пісіруге болады. Қазір мысалы бізде овсянка бар, содан да пісіруге болады. Как нанды нан ретінде түрлі дәмдеуіштер қосып, кәдімгідей қант емес, баланың дәміне сай, қазір не ғой, қант алмастыратын пайдалы этаптар бар. Мед қосыңыз балаға, тәтті болу үшін. Яғни бала жейтіндей сіз дүние қалыптастырыңыз. Жемей жатыр ма, онда балабақшаға беріп, сол тамақтануын қалыптастырыңыз. Мысалға мен балабақшамда біз тамаққа мән береміз. Мен кеше бір ата-ана келді. Менің балам осындай ерекше бала, ЗПР, ЗР диагноз қойылды дейді. Мен айтып жатырмын, егер сіз баланың тамағын дұрыстайтын болсаңыз, мен мысалға тамақты ПП қылып берем. Темір, сүйектен пісірілген сорпа, ол коллаген, баланың сүйектерін қатайтады. Қазір 2 мен 5 жастағы балалардың даму кезеңдерінде сүйектері қатаймаса, тоже секіре алмайды, баутаға алмайды, қаламды ұстай алмайды деген сияқты. Коллаген міндетті түрде, сүйек сорпасын міндетті түрде ішу керек. Одан кейін келесі этап, яғни баланың ішіп жатқан тамақтарында, құрамдарында витаминдер, көкөністер көбірек болу керек. Ол көкөністі тоже бала ортада жүріп жеуі мүмкін. Сол себепті осыны тамақтануына мән беріңіз. Балабақшада бізде арнайы менюмен жасалады, яғни ПП деп отырмын, өйткені бұл бағдарламаны мен өзім өткіздім. Өйткені менің қызым ерекше болғандықтан біз үйде отбасыда ПП диетаны өте қатты ұстанамыз. Әр тамақта менде құрамында так салатты жесе, так Д витамині болады. Мынау тамақты ішсе магний B6, мынау салатты жесе темір бар деген сияқты мен оймен сондай салаттарды құрастырып жасап балаға әйтеуір таблетка. Қазір балалар витамин мүлдем ішпейді. Ішеді, түкіріп тастайды. Немесе бүгін іше, ертең ішпейді деген сияқты. Одан да құр витаминдер бергеннен гөрі, может, сіздер осыны көкөніске бай, витаминге бай, соны көкөністерді беретін болсаңыздар, балаларыңыз яғни сауатты, дамиды жақсы. Одан кейін келесі этап дыбыстарға байланысты. Логопед, дефектолог балабақшада міндетті түрде болып, солармен жұмыс жасау керек. Яғни біздің балабақшаның ерекшелігі сол АФК маманы бар, ірі моторикасын дамытатын, тамағымыз ПП, логопед, дефектолог 5 күн бойы жұмыс жасайды. Және де мамандардың барлығы таң атпай бізде артикуляция, жаттығу, баланы секірту, жүгірту жаттығулары дамытушы, яғни қырқу, лепка жабыстыру. Бұның барлығы бізде балабақшада қалыптасқан. Егер де сол дамытатын балабақшаға баратын болса, бала мектепте дұрыс оқиды. Яғни қазір балабақшаны дұрыс таңдап үйреніңіздер. Бала келді 3 жаста, 3 жасқа дейін үйде ұстаған ғой, лишина шығарғысы келмеген. Көп ата-ана баласы басқа 3 жастағы балаларға сәлемекесін көреді, қорқыныш сезім пайда болады да, үйде ұстай. Мен өзім де сондай болдым. Мен өзім балабақшам бола тұра баламды 3 жасқа дейін ұстағым. Өйткені мен көріп тұрмын, мен балам сай келмей тұрған. Ана жерде тәрбиешілер маған қалай қарайды.
деген менде өзімде психологический проблема болған ғой. Тәрбиешілер маған қарап, қалай Лайза ханымның баласы осындай бола тұра бұл кісі балабақша ұстайды деген сияқты да. Бір күні тоқтадым, бір күні 2 жас 8 айында беріп тастадым. Өйткені алып ұятымды сырып қойып ұятымды сырдым да балабақша кіргіздім. Тәрбиешілер келіп маған айтты, сіздің балаңыз басқаша ғой, сіздің ана жер әрине маған жүрегіме қатты тиді, бірақ тез қолға алып жұмыс жасап баланы тез нормотипичный қылдық та. Енді бұл жерде айтарым, мынандай кез келді, өте көп қателік бізде кетіп жатқандарды ауылдарда, округтарда, қаланың өзінде, қаланың центрінде, квартирада тұрады, еще квартирада ата әжесімен ұстайды ғой. Это вершина айсберга деймін ғой, ол гиперопеканың патологы деймін ғой. Тамақты қасықпен өзі береді. Балам сөйлемейді дейді. Я говорю, балаға сөйлеуге қажеті жоқ деймін. Ол сұраудың қажеті жоқ. Аузына жағдайын тез жан жақтан жасап тастайсыздар деймін да. Балаға сөйлеуге керек емес. Өйткені сіздер, бала, конечно, манипулятор болып өседі. Айтқанын істеп, ана истерика жасап үйренеді. Балабақша барыңыз, деп жатады. Өйткені бала маленький манипулятор уже. Еще квартирада ұстайды, еще ата әжесімен ұстайды. Бұл табу деймін ғой, табу. Соған байланысты, сол 3 жасар бала келді, әжесі жібермеген. Мен бұны балабақшаға жіберсем, мен не істеймін деп. Әжелерге айтам, сетевой маркетингқа барыңыздар. Басқа бір подружкалар табыңыздар, бірақ өзіңіздегі болмай жатқан дүниені немереңізбен жаппаңыз. Болмайды. Немерені жіберу керек, немерені ары қарай дамыту керек. Қазір заман басқаша. Өздегі басқа өткен поколениемен салыстыруға болмайды. 3 жасар бала 3-ке дейін әжесімен үйде отырған ғой. Балабақшаға берсеңдер, мен не істеймін депті. Эгоистпіз ғой біз, ата-ана эгоисттік тараптан біз баланың дамуын ұстап отырмыз. 3 жасар бала келді, мен шокпын ғой. Негізі үлгерулеріңіз болу еді. Ана бала оқиды. Түсінігі жоқ, бірақ текст алады да оқиды ғой. Баланың қабілеті сондай ғой. Миы компенсация сол жаққа кетіп қалған ғой. Ми өте әділетті. Бір жері баланы дамымай жатқан кезде басқа жер дамып кетеді. Всегда мы баланы ұстауға, мы барынша тырысады баланы ұстауға, мы выживать етеді. Біз өзіміздің гиперопекамыз, ана миға қиындықты беріп тұрамыз да. Мы барынша табиғи жолмен шығуға тырысады. Бала түсінігі мүлде жоқ, сөйлемейді, бірақ тексті берсең оқиды ғой. Құладық ана жерде. Шок болдық, шыны керек. Қазір ол бала бізге 6 ай келіп жүр, қазір сөйлеп жүр, бәрін айтады. Амандасады, қоштасады. Түсінік пайда болып келе жатыр. Түсінікті 3 жасқа дейін келмеген түсінікті 1 айда жасай салу мүмкін емес. Коррекция мектепке дейін жалғасады. 3 жасқа дейін келген түсінік 1 айда келмейді, 2 айда келмейді, 1 жылда келмейді. Кемінде 4-ші сыныпқа дейін коррекциямен ғана келеді. Кейін 4-ші сыныптан кейін мидың 3-ші бөлігі жабылған кезде ары қарай бала өзі алып кетеді. Мен ойлаймын, қазіргі балабақшаларда басшылар осындай мидың құрылымын білу керек. Қазір баланың ЗПР екенін 2 ай 3 айынан байқауға болады. 3 айлық бала уже ұстай алмады ма, мысалы омырау еміп жатқан кезде балады ұстап алу процесі, ойыншықтар тас қылып ұстап жібермейді. Вот осындай процесстер болмаса, бала 3 айдан баса уже ЗПР екен білуге болады. Бала 4 жастан басып жан-жан айналасына қарап, басын тік ұстап, аяқты жерге қойған кезде аяқты тік ұстап қояды. Осындай әрекеттер болу керек балада. Уже 5 айынан бастап бала аунау керек, 6 айында уже отырып еңбектеуге дайындалу, 7 айында еңбектеу. Осы процесстер баланың ЗПР бір байқаған майданы 40-тан кейінгі босанған ата-аналар өздерінде әлі советтік үкіметтегі мышление ғой, басқа адамдарға удобный болғысы келеді да, баласын шегеріп тастайды. 40-тан кейін босанады да, баласын қойып қояды. Телевизор бере салады, телефон бере салады, планшет бере салады, әйтеуір тамағын ішіп жатыр, тамағын тез береді, тез үйдегі ата-ененің тілін табу керек, үйдегі жағдай жасау керек, үлкен баланың жағдай жасау. Ана бала қалады ғой. Бірақ бір момент тоқтайды, өмір тоқтап қалады. Балаға аутизм рас деген диагноз келген кезде ана ата-ана оянады ғой. Неге мен үйде ұстадым, неге мен мынаны бердім, өзін жей бастайды, тыпыршықтайды, тынышталмайды. Мен айтам ғой, мүмкін тіпті қазір әйел адамдарға өздеріңізді ойлаңыздар, бірінші орынға қойыңыздар дегенде дұрыс шығар. Қазір өзін ойлап жатқан әйелдер, өзінің состояниясын ойлап жатқан әйелдер қазір баласын ертерек балабақшаға беріп өзіне уақыт бөледі.
Вот осознанный ата-ана, осознанный, иә. білімді ата-ана ол баласының минусын көріп, яғни өзінің состояниесін көрді. Көп ЗПР, ЗР балалардың жертвадағы ана емес, мамасы жертва ЗПР. рөліндегі емес. Кәдімгі осознанный аналар, олар тезірек балабақшаға беріп, өз кайфында өмір сүруге тырысады да. Сол кайфты ата-ана сезсе, ол баласына да сол кайфты бере бастайды. иә. Өйткені ата-ана уже ана, әсіресе ата-ана демей ақ қояйыншы, ана уже осознанно өз-өзін дамытып бастады ма, өзімен жұмыс жасап бастады ма, ол уже баласының кемшіліктерін көре бастайды. ЗПР, ЗР баланың көбісінің анасы ЗПР болады. Мен өткенде бір подружкам іштегі сезіммен бөліспейді олар. Иә, мен өткенде бір подружкам хабарласады, менің балам аутист деген диагноз қойып жатыр дейді. Мен айттым, сенің балаң аутист емес, сен аутистсің десем, бүйтеді маған. Менің докторға тексерілген, менде бәрі жақсы деп айтты. Жаным, сенің состояниең, психологиялық жағдайың аутист болып тұр қазіргі сәтте. Сол үшін ана бала сені кәдімгі көрсетіп тұр. Яғни сәл бүйтіп сұрақ қойсаң, уже анада іші жарылайын деп тұр ғой. Үйде әбида іштегі өпке реніштердің бәрі, негативтің бәрі мына өпкеге жиналып қалған. И ана шығара алмайды. И ол барып балаға жұғады. Яғни бала тура сол анасын зеркалетіп тұр. Не үшін қазіргі балалар бізде аутист, дауна немесе осындай ЗПР, ЗР, ол анасының ішкі состояниесі, ішкі күйін көрсетеді. Яғни бала ЗПР, мен сразу айтамын, мамасының психологиясын жөндеу керек. Өйткені өзім мен сол этаптан өттім. Менің қызым ЗПР, ЗР болған кезде менде мынандай болды. Яғни ешкімге сөйлеуім келмейтін. Мен өзім уже кәсіп бастап жүргеннен кейін менде тәкаппарлық оянып бастады. Мен ешкімге ештеңе айтпаймын, мен өзім білемін, өзім істеймін, мені ешкім қасыма жоламасын, маған ешкім сөйлемесін деген тәкаппарлықты Алла тағала кейде балаңмен сынайды да. Уже сен балаң сындырасың же тәкаппарлықты. Сындырады, иә, уже балаң сен тәкаппар болғандықтан сен іздеп бастайсың. Не үшін қате қайерде жібердім деген кезде соңында, яғни мен уже айналадағы связь дейді ғой, яғни айналадағы байланысты үзіп тастадым, и балада ЗРР деген диагноз. Менің қызым мүлдем сөйлеген жоқ. Мен қалай өзімен психологияда жұмыс жасап бастадым, менің қызым сөйлеп бастады. Уже қызым уже айналадағы түсіне бастады. Как будто бір андай робот, зомби сияқты тұрған. Атын атайсың, қарамайды, бүйтіп жүре береді. Яғни мен сол состояниеде мен жүр екенмін. Ешкімге қарамаймын, зомби сияқты бүйтіп жүремін. И менің қызым да дәл солай ғой. Менің зеркалде айна етіп тұр. Ал мен айналама байланысты уже орната бастадым. Менің қызым уже маған қарап, уже мені назар аударып маған 12 жасқа дейін, негізі психосоматикада қарау керек. Ол сіздің 80% сомен де шешіліп кетуі мүмкін. Ар жақтағы 20% мамандар білікті. 80% психосоматика. 12 жасқа, Аллах тағала жай мүшел жасқа дейін келтірмейді. 12 жасқа дейін бүкіл балаға процесс ананың айнасы. Кому больнее баланың ситуациясы, әкесіне ма, анасына ма? Яғни сынақ соған келіп тұр да. Көбінесе анасына, яғни анасындағы состояние 12 жасқа дейін бала толыққандай сіздің айнаңыз. 12 жастан кейін бала өз күнәларына өзі жауап береді. Балағат жасы деп айтады ғой. Балағат жас, мүшелік жасы дейді ғой. 12 жасқа дейін біз жауап береміз да. И балада болмай жатқан дүние, ол біздегі болмай жатқан дүние. Дінде де мынандай нәрсе бар, ана мен Алла тағала дейді, бала 12 жасқа толған кезде ана балама екеуінің арасындағы махаббат жібін үзеді екен Алла тағала. Вот осы жерде үзілген кезде уже ана мен бала махаббат жоқ қой, уже екеуі бір-бірінің кемшіліктерін көре бастайды. Ана барады, баланың, яғни сен оқымайсың, сен топасың деген сияқты переходной возрасттағы балаларға минустарын көріп, балаға тисе береді, ұрса береді переходной возрасттағы. Ал бала не істейді? Анасының минустарын көре бастайды. Мама, сен өзің тупайсың, сен бұрында мектеп дұрыс оқымағансың, сен өзің жылдам оқи алмайсың, неге сен маған талап етесің, мен өзім білем, сенде мен шаруаң болмасын деген сияқты 12 жастағы бала уже анаға атака жасайды. Бұл уже мысалы Алла тағаланың сондай жібі үзу, яғни баланың тұлға болып уже 12 жастан бастап, балағат жасы деп айтып жатырмыз ғой, бала уже 12 жастан бастап уже осы қателіктерді өзі түсініп, сол қателіктерді түзеп, өзі ойлану керек. Уже 12 жастан 18 жасқа дейін осы сезімдермен бала жұмыс жасау керек. Әсіресе біз байқаймыз, студенттер 18 жасқа толған кезде психологқа барып жатады. Мені қуантатын сол нәрсе. Студенттің өзі психологқа барып, өзінің кішкентай кезінде проработка жасап жататын қазір студент қыздар әсіресе өте көп. Бір момент бар. Өзінде болған травманы баласына жасатқысы келмейді да. Ол травмамен бала өседі ғой. Ол кейін тұлға болады ғой. Балаға травма жасаудан қорықпаңыздар. Оны Алла тағала оны солай жетелеп жатыр да. Өзінде травма болды, и гиперопеканың негізгі түпкі тамыры өзіндегі травмалар ғой. Өзінде болмаған затты балаға беру. Барынша үстіне құдай болып алу балаға.
балаға құдай болған сайын сен онымен сыналасың да негізі. Фокусты аламыз, ары қарай дамимыз, өзіміз өсеміз, кәсіп ашамыз, сүйікті ісімізді ашамыз, баланы мықты білікті мамандарға береміз. Және жас сайына қарай баланы тексеріп тұрамыз. Өз жасына физиологически және умственно сай келіп тұр ма, әлде келіп тұрған жоқ па. Сол кезде кейін мектепке барған кезде балаңыз мықты тұлға болады. Өзі-ақ мектепке, менің қызымды толыққанды жетілдіріп барып бердім. 7 жаста бердім. Тілі бәрі уақытылы шықты, бәрі все равно 7 жаста бердім. Қазір мен есі воротаның сыртына, мама сен қал, мен өзім бара беремін дейді. Уже осознанно, саналы түрде мектепке барып жатыр да. Қанша бала далада тұрам, қанша бала ата-аналар келеді, балалар өкіріп жылап мектепке кіріп барады, ата-ана тартқылап артынан кетіп бара жатады. Неосознанно бара жатыр да. Дайындамайды, мектепке дайындамайды. И сол кезде самооценка сынады да балада. Өйткені менің қызым сияқты қасқыр балалар отыр. Ол әлі зеленый, кішкентай, әлі лобовый часть баланда оянбаған, мышление, логика әлі оянбаған да, мидың алдыңғы бөлігі 6-5 жаста барды. Ана жерде қасқыр балаларға қарайды, ана бала жабылады, самооценка түседі, мен оқығым келмейді, мен жазғым келмейді деген процесстер кетеді да. Сол үшін балаңыз даже нормотипичный мықты болып тұрса да 7 жаста берген дұрыс. Мен былтыр мектеп ашқан кезде балаларды мектеп алды даярлықпен 1-ші сынып оқушылар болды. Менде көп осы тараптан оқушылар көп, 2-3 класс сондай болды. Енді ана балады оқытайын десем оқытамаймын ғой. Әріп танымайды, 2 әріпті қоса алмайды. 5 жаста, аналар 6 жаста, 5 жасқа ең туған. Енді мен не істеймін, отырып алдым, не істеймін? Бұл балалар келді мектепке. Ата-аналар үміт артып, мені мектебіме келіп оқып жатыр. Мен не істеуім керек деген сұрақ туындады. Сөйтіп, мен сентябрьден бастап декабрьге дейін ана балаларды зерттеп бастадым. Неге ана бала қабылдамайды? Әріпті көрсетесің, бүгін үйреттің, ертең ұмытып қалады. Ана санды көрсетесің, бүгін үйреттің, ертең ұмытып қалады. Сонда 5 жастағы бала сөйтіп болды. Сөйтіп алдым да бәрін, методика, кітап бәрін сырт тастадым да, айда нейропедагогика отырдық. Баланы алдым АФК-ға жібердім. Яғни коррекционный жаттығу жасап, бала секіріп жүгіріп келді. Аламды дефектологқа кіргіздім. Дыбыс жоқ, өйткені әріп үйретейін десең дыбысты айта алмайды бала. Дефектологқа жібердім. Енді 5 күн бойы осы нәрсе қайталана берді. АФК-ға тығам, яғни мысалы қалаңыз сентябрьден бастап декабрьге дейін солай айналдырдым балады. АФК-ға тығам, шығарып алам, дефектологқа апарам, шығарып алам, сосын барып әріп үйретем. Уже балада түсінік пайда бола бастады. И осы процесспен мен 4 ай жұмыс жасаған кезде, декабрьде уже Новый год біткеннен кейін январдан бастап ана балалардың ахваттарын көрсең, прям 1 минутта 30 деп кетті ми. 5, 9, 6, 5 математика күшті партада түзіп отырады. Ана балалар менде коридорда деп жылап жататын ғой. Біреу лестницаның аяғында, біреу коридорда. Ми жылап жатыр ғой баланың, ми жылап. Еще біреу партаның астында жылап жататын. Сол кезде мен паника болды сентябрьде. Қалай оқытам мына балаларды, масқара ғой мына балалар деп ше. Вот сол кезде алдым да, все жиналу керек, маған осы балаларды Алла тағала берді. Мен осы балаларды оқытуым керек. Уже менде жүйе пайда болды. Яғни негізі мен мұғалімдер айтқым келеді, уже өзін резко мұғалімдер жинап алу керек. Ондай оқушылар келсе саспау керек. Ондай оқушылармен қалай жұмыс жасаудың жүйесін құра бастадым. Енді мен сол 4 айдың ішінде не айтқым келеді, 4 айдың ішінде сол баламен жұмыс жасау арқылы мен не істедім? Сен пробелларды жаптың ғой. Пробелдар қайда қалып кеткен деген сұрақ. Ол балабақшада қалып кеткен. Осының барлығын балабақшада жасап келсе, бала АФК-ға секіріп, коррекционный жаттығу жасап, дефектологқа дыбысын қойып келсе, бала мектепте оқитын еді. Мен сол кезде балабақшалар қатты қарным ашты ше. Неге балабақшалар өстіп баланы дайындап жібермейді? Мен 4 айлық уақытым өтіп кетті да, ар жағында 5 ай әріп үйретіп оқытып үлгердім. Үйреттім, и то ары қарата уже балада біз 4 ай уақытты мен садиктің методикасын үйреттім. И осыдан мен келесі жылы садик ашпасам дедім. Осы садикті ашып, осы қабілеттерді балаға берсе, бала уже 4 ай 5 айдан кейін мектептің бағдарламасын алып кетеді деген ой қалыптасты да. Былтыр Японияға барып тоже ақтардым, мектепте тоже зерттедім. Сөйтіп осы балабақшаға арналған методикалар жазылып бастады. Уже Японияға барған кейін маған четко, ясно балабақша аш деген сияқты сигнал келді. Биыл енді балабақшамды ашып, осындай 2 мен 5 жастағы балалардың қабілетін дамытып жатырмын. Бұйыртса сол, егер де балаңыздың дамуы енді дәл сондай партаның астында жатпасын, коридорда жатпасын, бала аңырап мектепке бармаймын деп жыламасын десеңіз, балабақшадан бастап фундаментті мықты қалатыңыздар. Балабақша фундаментті мықты қалататын болсаңыздар, бала бастауышта мықты оқитын болады. Мен еще жүрекке тиетіні, крутой балабақшаға барған, мектепте қиналып жатыр. Крутой балабақшаға барды. Комфорт күшті дейміз. Комфорт үшін крутойға барды. Комфорт үшін барып, жекеменшік мектепке барады ары қарай. Сосын маған не үшін келіп тұрсыз деймін да? Маған не үшін келіп тұрсыз? Оқи алмай жатыр. Вообще отырмайды. Я говорю,
сіз не істеп жатсыз? Мектеп мұғалімінен требовать етіп жатырмын. Мектептің мұғалімі бұл жерде еш қатысы жоқ дедім. Қайт балабақшаға барыңыз дедім. Балабақшада сонда не істеп жүр дейді. Просто жүрген дейді. Тәрбиешілер ояну керек, тәрбиешілер білімдерін арттыру керек. Тәрбиешілер алдына келген 2 жас болсын, 3 жас болсын, 4 жас болсын балаларға диагностика жасап үйрену керек. 2 жаста баланың қандай қабілеттері болу керек, соны зерттеу керек. Зерттеу керек. Сол кезде алдыңызға келген әр балаға, аманат ретінде келіп тұрған әр балаға қиямет жасалмайды да. Ол кезде бала ары қарай кетеді. Балабақшада не істеп жүрсіңіздер деймін да, просто жүрді дейді. Ана жерде жағымды ұстаймын ғой. Өкінішке орай услуга няниді тоқтатуымыз керек балабақшаларда. Балабақшаларда білікті мықты тәрбиешілер, білікті мықты мамандар отырып, әр баланы дамытуға энергияларыңызды бөліңіздер. Фокустарыңызды қойыңыздар. Әр баланы мұжуға талмаңыздар. Сол кезде ары қарай қорқыныш сезімінде қорықпаңыздар бұндай балаларды. Бұндай балаларды ерекше деп бұрышқа тықпаңыздар. Бұл бала Аллах тағаладан бізді бұл балалар қабылдау үшін келді да. Бұл баланы біз жүрегімізді ашып қабылдасақ, бұл балада ары қарай процесс те кетеді. Бірінші махаббат. Ол бала сен үлкен болып қасында тұрсың, қабылдамай тұрсың, сен ерекшесің деп, ана балада двойной стресс. Өзін қайда жіберерін білмейді ана бала. Орын таппайды кабинетте. Өйткені өзін ерекше екенін сезіп тұр, апайы оған ерекше дейді. Ана балада кәдімгі психологический буллинг. Ғалам ол энергиядан тұрады. Мен қазір мұғалімдермен жұмыс жасаған кезде көп мұғалімдерде қарыз. Яғни айлықты, олар айлығы бар жерге кіріп алады, айлығын алады, кредит төлейді, ар жағында бір 50 мың теңге қалады, соны жұмсайды, сонымен береке жоқ, ай сайын сол жұмыстан шығып кетейін десе кредиттен қорқады, жаңағы кредитін төлемей қалам ба деп. Мен айтам, давайте бұл жерде просто энергия деген нәрсе бар. Ақша ол энергия келеді. Сіз неғұрлым білімдісіз, сіз неғұрлым уже келген баланың может хаққысына кіріп жатқан шығарсыз. Мен қазір мұғалімдермен жұмыс жасаймын өзі. Мысалы азанда балабақшада жұмыс жасадым, кешке жақын мұғалімдер оқытамын. Мұғалімдерді психологиялық тұрғыда біз зерттеп қараған кезде, уже түсіну состояниесіне кіресің ғой. Сол кезде неге минус состояние деп сұрақ қоясың ғой. Мұғалім өзінің мысалы баладан нәтиже шығарамай жатқанда өзін кінәлап жатады. Қазір мен топта балалар бар, мүлдем сөйлемейтін балалар, просто ұстап отырмын. Немесе мектебімдегі оқушылар бар, ішінде 10 бала жақсы оқиды, қалған 20 бала әлі нәтиже шығара алмай жатыр. Значит, өзін жеу арқылы, яғни мұғалімдердің көбісі осындай деңгейде қалып кетеді. Яғни уже баладан нәтиже шығарды ма, уже баланың хаққысына кіріп кетті ма, адамда уже минус состояние. Минус состояние ол сенің ақшаң уже минус. Ақша минус деген сөз, значит, энергия минус. Енді осының барлығын жөндесе, мұғалім уже өзіне сұрақ қойып, неге менің энергиям минус? Мен онымен қалай жұмыс жасауым керек деп қоятын болса, уже соған сай уже жауаптар да шығады. Яғни сіз алдыңызға келген баланың сауабын алу керексіз. Яғни ең үлкен садақа ол баланың жолын, көзін ашу. Бұлақ көрсең көзін аш деп бекер айтпайды. Яғни алдыңа келген баладан сен нәтиже шығарып үйренетін болсаң, айлығың сенің берекелі болады. 300 мың теңгең барлығына жететін болады. Алған 300 мың барлық не алғың келеді сенің барлығына жетіп жатады. Не істегің келеді 300 мың теңге былай да былай жетеді. Сол себепті мүмкін сізде ақшаңыз берекесіз болып жатқаны, мүмкін сіз алып жатқан ақша ол жаңағындай дұрыс жол көрсетпей оқушыларға немесе бағын көзін ашып жатқан шығарсыз. Осы жағына мән беру керек деп ойлаймын. Жұмыс орнындағы отырған кездегі әр сағатын берекелді болу керек та. Ол просто так емес, азынан кешке шейін уақыт өткізу емес. Кәсіпкер ретінде де балабақша ашқыңыз келе ма, қорықпаңыз миды дамытатын балабақша ашуға. Өйткені оның еселеніп келеді да ол. Мен 2 жыл бұрын балабақша ашқан кезде 1 жыл минуста болдым. 1 жыл минуста болдым. Бірақ берілмеу ғой. Бұл жерде берілмеу. Сосын ана жерде өз миссияңыз бар болса, ол түбінде жетеді да ол. Миссияға жетесің түбінде. И ана жерде состояние выгорания болды, эмоционально, психологически баланс сақтай алмадым өмірімде. Әйел адамға шынымен де әйел адамға баланс сақтауға үйрену керек. Әр өмірдің спектрінде. Сол кезде алып атқан білім алып атыңыз, ол білімнен айлығыңыздан береке келеді. Отбасыңызға да сапалы уақыт бөлу. Балаңызбен өзіңіздің травмаңыз арқылы балаңызға өміріңізді арнамаңыз. Балаңызбен кешкісін 2 сағат пайдалы уақыт өткізу жеткілікті. Ол үшін өзіңіз кінәламаңызды. Әр өмірдің спектріне уақыт бөліп жүйелеуге болады. Сол кезде әр сағатында берекелі болады да. Айтарым, даже балабақша ашуға да қазіргі кәсіпкерлерге ояну керек. Чисто ақша бизнес үшін емес, онда ол кәсіп жүрмейді.
ол кәсіпте ол кәсіп мысалы қазір көп кәсіпкерлер ақшасы барлар ашып жатыр балабақшаны. Балабақша как есть балабақша, әйтеуір комфорт жасап қойған, балалар барады, ойнайды. Бірақ жаңағы өкінішке тәрбиешілердің өзі қалай жүйемен оқытуды білмейді. Мен 5-6 балабақшаға барып көрдім. Сол кезде тәрбиеші айтады, бізде жүйе жоқ, қалай оқытарымызды білмейміз. Әйтеуір күндегі бірдеңкені алып келемін, интернеттен қараймыз. Циклограмма бойынша ғой. Циклограмма бойынша дейді, бірақ циклограмма бойынша жұмыс жасамайды. Егер циклограмманы көріп, соны бірге бір жасайтын болса, негізі нәтиже шығады. Бірақ өкінішке орай циклограмма мына жақта, біз мына жақта жүреміз ғой. Қазір балабақшада өкінішке орай осындай жағдай. Өйткені ата-аналар еще капризный сейчас. Вот кәсіпкерлер де бізге мысалы балабақшаның иелеріне ояну керек. Мен мысалы қаншама балабақшаның иелерін білемін, бірақ ол иелері баланың даму процестері, баланың даму кезеңдері, баланың қай жастағы бала дамиды, осы жағынан білім жоқ. И жоқтығы соншалықты олар комфорт создавать ете береді. Енді қазір ол заман өтіп бара жатыр. Енді ата-аналар қазір комфортқа қарамайды. Тек қана нәтижемен ата-аналар енді сапаға қарайды. Балабақшаларыңыз бар болса, сапа беріңіздер бірінші. Өйткені сол заман келе жатыр. Қазір кім қазір адалмен жұмыс жасап жатыр, ғаламның өзі қазір солай жұмыс жасайды. Қазір бумеранг қат болып жатыр. Біреуге бірдеңе айттың ба, тарс етіп шекеңнің өзіңе қайтты. Өтірік бірдеңе жасай салдың ба, тарс етіп или сол жерде бірдеңе бүлінеді деген сияқты ғой. Сол себепті енді 2027-28 жылдар бұйыртса тек қана сапаға жұмыс жасайды. Даже жоғары жақтың өздері де қазір сапаға ауысып жатыр. Қазір кім мықты халыққа жаны ашиды, сол адамдар бар отырып жатыр мысалға да. Сол сияқты балабақша да болашақта сондай болады. Балабақша бар иелер енді біз айтатын шығар, ақылдылар деп. Бірақ өкінішке орай ақылды болсақ та кәсіпкерлер бұл жерде қоғам, біз барлық нәрсені бірге ойлайықшы. Кәсібіміз, менің кәсібім, бізде Қазақстанда ортақ барлық. Бала ортақ. Біз баланы ең бірінші біздің жасап жатқан кәсібіміздің бірінші мақсаты баланың болашағын біз қалай мықты етіп тұлға қылып жасаймыз баланы. Бірінші бәріміздің мақсатымыз осы болу керек. Осы жағынан біз өзіміздің мұғалімдерімізді, яғни воспитательдерімізді, тәрбиешілерімізді оқытып, осы яғни воспитательден тәрбиеші мықты болса, стержені мықты болып, білімі мықты болса, ол сондай ұрпақ жасап шығарады. Менде мынандай кейс болған айдан. Менде 40 балаға тұрып қалды да, бала жиналмай қалды. Ананы жасайсың, мынаны жасайсың, бала жиналмай қалды осыдан жарты жыл бұрын. Сонымен тоқтадым да, яғни мен 40 баланың ақысына кіріп жатырмын. Кәсібім, ақшамнан неге береке болмай жатыр мысалы да. Яғни 40 балама әлі толыққанды потенциалым жоғары, бірақ 40 балаға әлі толық бере алмай жатырмын деген ойға келді да. Сол нәтиже сапаға ары қарай өсу, даму ғой. Яғни әлі сай болмай жатсың. Сен қазір 60 баланы кіргізіп тастап, яғни 40 баланы әлі толыққанды болмай жатыр деген түсінік та ол. Текучка неге болып жатыр? Балабақшаңызда тоже колокольчик. Текучка болмау керек балабақшада. Мықты балабақшаңыз текучка болмайды. Ата-ана маған бір ата-ана 5 баласын алып келеді. Бүгін кеше 1 жасар баласын алып келді, 4 жыл енді сізде боламыз дейді. Өйткені құндылыққа келді да, құндылықтарыңызды өсіріңіздер. Текучка жасамаңыздар балабақшаларыңызда. Методикалар енгізіңіздер, жүйе енгізіңіздер, тәрбиешілеріңізді семинарларға апарыңыздар, көздерін ашытыңыздар, тәрбиешілердің өздеріне диагностика жасауды үйретіңіздер. Сол кезде балабақшада клиент жинау, бала жинау деген проблема болмайды. Бүгінгі сол подкастымыз енді басқа да балабақшалардың ояуына әсер етейік. Ата-аналар әсіресе сіздер әр балабақшадан бір нәтиже сұрайтын болсаңыздар, баланы қалай дамытасыздар, дефектолог логопед қанша уақыт жұмыс жасайды, баланың дыбысы қанша уақытта қойылады. 2 жастағы балам, қазір менде бір комментарий айтайыншы. Кеше мен бір рилс түсірдім, баланың 2 жастағы баланың сөз қорында 500 мың сөз аралығында болу керек деп айтып жатсам, бір ата-ана мысқылдап жүрген ғой. Қақтан тауып алған ақпарат 500 сөз, 1000 сөз деген масқара ғой деген сияқты. Менің балабақшамда 2 жастағы бала уже өзінің ойын толыққанды айтады. Мен су ішкім келіп тұр. Мен ана бір ойыншықты алып берсеңіздер, мен сонымен ойнай қояйын дейді. 2 жастағы бала сөйтіп сөйлеп тұр. Оның сөз қоры уже 1 жасында 1000 сөз болып тұр да, 2 жасында сөйлем құрастырып тұрған сол. Уже 3 жасында ол бала асыл ұзына, уже ертең айтсам толыққанды айтып берейін деп тұр. Бұндай баланы уже 5 жаста мектепке беруге болады. Ал жаңағы 1 жастағы бала сөйлемесе это норма, 2 жастағы бала сөйлемесе это норма деген ата-аналар шын айтайын. Ертең балаңыз ЗРР, одан ОНР деген диагнозға асқынып кете беретін болады. Мектепте уже сіздің балаңыз андай, ана оқушы оқымайтын бала, ана оқушыда қолын түртетін бала. 5-ші сыныпта ПМПК-ға жібереді. Жүрегіңізді ауыртып, жүрегіңізді кәдімгідей пышақты алып, жүрегіңізге тыққанмен тең болады. Вот сол кезде ауырған сол кезде болады. Сол үшін 500 сөз, 1000 сөз уже 1 жаста болу керек.
2 жаста жаңағындай менің балабақшамдағы 2-3 баламен сөйтіп сөйлейді, кәдімгідей сөйлемдер құрастырып. Вот сол сияқты 2 жастағы бала уже сөйлем құрастыру керек. 3 Қандай жастағы анализ бала синтез происходит, да? сол себепті 1 жаста балам сөйлемейді, это норма, өте қате. 1 жастан бастап дефектологқа барсын, дыбыстарын бәрін қойып, бала уже нық сөздерді айта алсын. 2 жаста сөйлем құрастыру керек. Егер балам мықты оқысын десе болашақта. Сол себепті бүгінгі подкаст мына осыған арналды, ата-аналарды ояту мақсатында, білмейміз, өзіміздің ойымызбен бөлісейік дедік. Өйткені біз бұл кісі нейропсихолог, мен нейропедагог, мен балаларды оқыту жағынан неге процестер жоқ деген кезде Лайза ханым сол нейропедагогика жағын өте көп қозғайды. Балабақшасында да сіздерде нейрокоррекционный жаттығу өте көп қолданамыз. Бұл кісіде мен де педагогика жағынан қалай баланы оқытудың жүйесін қоссам, бұл кісі нейрокоррекционный, яғни баланың ми бөліктерімен жұмыс жасау арқылы балаға не керек, сол бағытта жұмыс жасаймыз. Егер Алматы қаласында болсаңыздар, біздің балабақшаға келсеңіздер болады. Екеуміздің де балабақшамыз Алматы қаласында, Бостандық ауданы, Қазақфильм ықшам ауданында орналасқан. Дәл екеуміздің садигіміз бір жерде. Балабақшамызға келіп, яғни баланы мықты дамытатын балабақша іздеген болсаңыздар, сол бір районға келіңіз. Бізде мысалға Тұздыбастау, соқтан келеді. Маған қазір ата-ананың көбісі жан-жақтан келеді. Именно сол районнан келмейді. Өйткені ол ата-ананың барлығы осознанный ата-аналар. Егер балаңызда ЗПР деп атса, онда орталығымыз бар. Айдана екеуміздің. Орталыққа ол жерде мощно болады енді. Балаңыз 5 жастан асқан болса, 6 жастан асқан болса, ЗПР болса, оқу орталыққа келесіздер. Егер балаңыз 1,5 жастан бастап уже дамытайын, балам сөйлесін десеңіз, бізде барлық мамандар бар. АФК, дефектолог, логопед мамандардың барлығы бізде балабақшада. Кәдімгідей бізде менің садигімде балалар айналады. Мысалы, бір кабинеттен кіріп, екінші кабинет, үшінші кабинетке шығады. Қазір балабақшада көбісі бүйтіп ұстап отырады баланы. Ойбай, бала құлақ қалмасын, жүгіріп кетпесін, бітпесін, сөйтпесін деген сияқты. Бала негізі кабинеттен кабинетке көшіп, әр кабинетте зерттеп, бірінші, екінші орталыққа астына АФК-ға түседі, одан шығып дефектологқа барады. Бала уже 4 сағатта 4 кабинетті аралап шығады. Менде солай. Яғни қайшымен құю этаптар барлығының жүйесі методика бойынша үйретіледі. Уже қазір мысалы 2 жастағы балалар уже осознанный, кәдімгідей отырады, қайшыны алып қияды бастайды. Басында 1 апта, 2 апта жылап жүрді. Адаптация болды. Уже қазір үйрене ортамен бірге барады, тамағын ішеді, посудасын алып қояды орнына, уже ортамен бала бейімделіп бастап жатыр. Бұндай бала, осознанный бала ертең өзінің орнын табады. Сосын неге кәсіпкерлер көбісі орта жолда жауып тастап сынып кетіп жатыр? Қазір ата-аналар оңай емес. Ата-аналарға у меня просьба к вам деп, успокойтесь, пожалуйста. Баланы жіберіңіздер. Вот есіктен шықтыңыз ба, болады, алаққа тапсырыңыздар баланы, отырып алып, уайымдап, ол уайым. Бір бала жылап атамай, мамасына звондаймын. Не істеп отырсыз деймін. Кофейняда отырмын дейді, не істеп отырсыз деймін. Баламды ойлап дейді. Бәсе, балаңыз жылап отыр деймін ғой. Бала сезеді ғой. Бала сезеді. Тоқтаңыз деймін да. Жылап атамай деймін. Айтым ғой, сізге уайымдамаңыз. Болды, ары қарай жүре беріңіз деген сияқты да. Сол үшін ата-аналар да ары қарай білім алып, басқа затқа фокустарыңызды қойып, ары қарай өз тараптарыңыздан дамыңыздар, а баланы мықты, білікті мамандарға әкелген дұрыс. Бүгінгі подкастымыз енді ұнаған деген ойдамыз, сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Келесі подкастты енді бұдан да тереңірек қозғайтын боламыз. Егер комментарий, сұрақтарыңыз болса, қандай жағдайда бала дамытудың жүйелерін іздеген болсаң, сұрақ қойып кетіңіздер. Келесі подкастта сол сұраққа қарай тағы подкаст түсіретін боламыз. Жақсы, сау болыңыздар.